Амияны екен. Мүмкін бізге балмұз ағауға жететін шығар. Одан пицца заказ берді, қарны ашып кетті. Әне, көрейш, біздің пиццамызға жетем екен. Давай пепперони алайықшы. Мағаны. Давайте. Балалар, тоқтаңдар. Бұл біреудің ақшасы. Біз бұл ақшаны құрта алмаймыз. Есі іздеп жүрген шығар. Қараңдар, бұл жерде құжаттар бар. Дүкендегі Марат ағаның аты жазылған. Онда апарып берейік. Кеттік. Пицца аламыз. Мороженое алу керек еді ғой. Ал егер біз бұл ақшаны иесіне қайтарсақ, ол бізге сенбесе ше? Сен ішіне ақшаны алып қойдың десеші? Жоқ, біз бәрібірде адалдықты таңдауымыз керек. Өйткені дұрыс жол әрқашан ең жақсысы. Бірақ егер ол ақшаны өзімізге алсақ, ешкім білмеседі ғой. Бірақ біздің жүрегіміз білетін еді. Адалдық біреуге көрсету үшін емес, жүрекпен сезінетін нәрсе. Ей, анаң қараңдар. Мам, ақша тауып алдым, егесіне қайтарып берейік. Дұрыс айтасың балам, бұл ақшаны біз егесіне қайтарып беруіміз керек. Жүр екеуміз бұл ақшаның егесін іздейік. Жүр. Біз бұл Амиянды қайтарып беруіміз қажет. Бұл біздің дұрыс шешіміміз. Кішкентай балада да адалдық бар. Иә. Кеттік онда тез апарып берейік. Ей, кәне, сәл демі отырақшы. Күнде ысып кетті ғой? Иә, дұрыс па? Кеттік, жүріңдер. Жүйген тозған сияқты. Бәрі бірде толқып тұрмын ше? Марат аға бізге айқайлап шықса, мен бірден жүгіріп кетем. Несін кетпейді, жүгірсең де адалынан жүгіресің. Сынымды айтайын ба, негізі ана ақшаны бөліп алу деген ой келген. Бірақ сен соны айтқаныңның өзі адалдық. Жаман ой келу, жаман адам деген сөзді білдірмейді ғой? Дұрыс, кезде жақсы болу үшін өзімен күресу керек. Мүмкін бізге дәл осындай жағдай керек болған шығар. Иә, ата-апам жақсы адам жақсысымен көрінеді дейтін. Мен де алғасында бұл жай Амиян деп ойладым. Бірақ бұл адамның сенімі екен. Менікі де мәз емес. Әуелі осы Амиянды қайтарсақ, бір нәрсені дәлелдейміз деп ойладым. Біз кішкентай болғанымыздан үлкен істі атқардық қой. Және бұл шешімді бірге жасадық. Ертең бәріміз өскенде осы сәтті еске алып, сағынып отыратын шығармыз. Сол кезде біз бір топ кішкентай балалар үлкен іс атқарды деп айтып отырамыз. Осы туралы фильм болса ғой. Әрине, басты рөлде мен. Кеттік, адалдық бізді күтіп тұр. Иә, бүгін біздің кішкентай батырлар күніміз. Жүріңдер, кеттік. Алло, Сәке, қалайсыздар? Ой, енді аз болып. Сол сауда болмайды. Қазір білмейді. Сәлеметсіздер ме? Не болды? Біз сізге ерекше хабармен келдік. Ерекше? Қандай хабармен? Ой, мына менікі ғой. Қайда қойдым десем. Так, балалар, қуаныштым. Не қалайсыңдар? Біз бұны сияқы үшін істеген жоқпыз. Бүгін біз адалдықтың арқасында бақытты болдық. Егер ол ақшаны қазір өзімізге алатын болсақ, қазір үй алатын едік. Қараңдар, аяқта бір бала жылап жатыр. Барып көмектесейік.
бүгінгі күн қайырымды істер күні сияқты ғой. Иә, дұрыс айтасың. Онда бұл дәстүрді жалғастырайық. Достық пен адалдық бірінші орында. Осы жерде екенсіңдер ғой? Сендер білесіңдер ма? Марат аға кеше маған адал қызым деп тәтті беріп жерді. Күшті ғой мынау. Ал маған Марат аға қолымды қысып тұрып, нағыз жігіт екенсің деді. Күшті. Ал менің әкем Жанел өте дұрыс істедіңдер деп мақтады. Ал менің анам саған сенім артуға болады екен ғой деді. Мықты, күшті. Ал мен ойландым. Біз қаншалықты кішкентай болғанымен үлкен іс атқардық. Рас айтасың. Адалдық ол бір-ақ күндік нәрсе емес екен. Біз кеше Амиянды жай ғана есіне қайтарған жоқпыз. Біз достығымызды бекіттік. Иә. Маған апам саған нағыз азамат екенсің деді. Мен де солай осы сәтті өмір бойы ұмытпайтын шығармын. Ал мен інім болса, аға сен қаһармансың ба деді. Жай ғана адал болсам, ол үшін қаһарман көрінеді екен. Білесіңдер ме? Осы жақсылықты ай сайын істеп тұрайық. Керемет идея. Иә, дұрыс айтасың. Онда ертең біреуге көмек көрсетейік. Немесе бір үйге барып қарт әжеге көмектесейік. Ең бастысы бірге болу. Онда бүгіннен бастап жаңа дәстүр бастайық. Иә. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.